Қазақстан арақты көп ішетін елдердің қатарында. Дәлірек айтсақ, алкоголь тұтыну бойынша ТМД елдерінде алғашқы үштікке кіріппіз. Көптеген сайттардың жазуынша бір адам бір жылда 6-38 литр ішімдік ішеді екен. Аталған ақпарат қаншалықты рас? Тексеріп көрдік. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әр жерде әртүрлі дерек береді. Кейде деректері бір-біріне қарама-қайшы. Ал біз тексеріп отырған ақпараттың алғашқы дерек көзі World Population Review. Алайда бұл сайттың өзі деректі қайдан алғаны түсініксіз. World Population Review ресурсы ДДСУ-ның бір дерегіне сілтеп, оны қате түсінгенге ұқсайды. Себебі 6-38 литр статистикасы туралы нақты ақпарат ешқандай жерде жоқ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бір дерегіне сай 2022 жылғы рейтингде Қазақстан жан басына шаққандағы жылына таза алкоголь тұтыну мөлшері орташа есеппен 5-4 литр екені көрсетілген. Бұл статистиканы алсақ, алкоголь көп тұтыну рейтингінде әлем бойынша 180 елдің ішінде 44-ші орында, ал ТМД елдері арасында 4-ші орында жайғасқанбыз. Бұл статистиканы Қазақстан мен әлемдегі алкоголь тұтынудың 2000 жылдан бергі өзгерістерді көрсетеді. Мына кестеге қарасаңыздар, 2000 жылдардан бергі деректі көре аласыздар. Біз бағана айтқан орташа есеппен 5-4 литр тұтынды деген дерек 2022 жылы жарық көрген. Және жалпы 22 жылдағы ең жоғары көрсеткіш. Ал ТМД елдері арасында Молдова, Беларусь және Ресейден кейінгі 4-ші орында тұрмыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының рейтингіне сәйкес әлем бойынша көш бастаған елдерде Румыния, Грузия, Латвия, Молдова тұр. Бір ғана Румынияның өзінде бір адам бір жылда 17 литрге жуық алкоголь тұтынады екен. Ал алкогольді аз тұтыну елдері арасында Йемен, Бангладеш, Ауғанстан, Мавритания, Судан және Ливия елдері тұр екен. Ал сіз бұл статистика туралы не ойлайсыз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіңіз, каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.